Сәлеметсіңдер ме балалар? Now, good morning, everybody. Now, today we have our usual lesson. Today we have Kazakh and English lesson. Жақсы балалар, ал енді сабақты бастамас тұрып, сендер білесіңдерге көтеріңкі көңіл күй болуымыз керек. Әр қайсымызда. Кәнеке шаттық шеңберіне шығайықшы. Shall here and Ал енді көтеріңкі көңіл күй болу үшін бір-бірімізге жақсы лебіздеріңді білдіріңіздерші. Жақсы тілектер айтыңдар бір-біріне. Айнұр, мен саған бүгін сәттілік тілеймін. Be active and then good luck. Amir, have fun. Amir, be careful. Amir, good luck. Be fun. Be active. Aslan, be fun. Aman. now, Amina, I wish you today emotional today. Жақсы, рахмет балалар. Ал енді қолдарында балалар, пазл суреттер бар. Сол сурет арқылы қазір топқа бөлінеміз. Кәнеке суреттерді құрастырайықшы. Мына жерге таңдады. Your puzzle. Классно қойды. Жақсы. Балалар, ал осы суреттер нені білдіреді? Еркежан, қандай сурет құрастырдыңдар? Ең алғашқы қазақ киносы, қазақ фильмі, ең алғашқы аты қандай киноның аты? Иә? Дұрыс, аман келді. Жақсы, ал сіздерде қандай сурет? Жақсы, ең бірінші қазақ мультфильмі. Дұрыс айтасыздар. Ал сіздерде қандай сурет? Өте жақсы. Бір алғашқы деректі фильмдердің бірі. Жарайды, жақсы. Сонымен балалар бірнеше сабақ бойы біз қай тақырып көлемінде әңгіме жүргіздік? Тақырыбымыз қандай болды? Кино өнері. Дұрыс айтасыздар. Кино өнері. Жақсы. Енді бүгін балалар алдымызда, сіздердің алдарыңызда посттар. Әр топтың өзінің тапсырмасы бар. Бірінші топтың тапсырмасы, кәнеке, қандай? Оқышы, Амина. Киноның адамға беретін әсері. Дұрыс айтасыздар. Осы тақырып көлемінде әңгіме жүргізесіздер. 5 минут беріледі сіздерге. Екінші топ, сіздердің тапсырмаларыңыз қандай? Қазіргі қазақ киносының жетістіктері мен кемшіліктері. Жақсы. Жұмыс істейміз 5 минут. Және сіздер ағылшын тілде қорғайсыздар. Тақырыптарыңыз қандай болады? Дұрыс. Мен режиссермін. Жақсы. Енді балалар сіздерге 5 минут уақыт беріледі. Бастайық.
Жақсы балалар, бір минутқа назар аударыңыздар. Мына жерде киноленталар бар. Мына спикер белгілеп отырады. Кім тапсырманы қалай орындады. Ал мына кинолентаға өздеріңді белгілеп отырыңдар. Егер алдарыңызда мына бара жатыр, тақырыпты мазмұн жас түсінсеңдер, онда жасыл түспен бояйсыңдар. Жартылай түсіну, орташа белсенділік таныту, жартылай орындау, ол сары түспен бояйсыздар. Ал мүлдем егер тапсырманы орындай алмасаңыздар, түсінбесеңіздер, белсенділік танытпасаңыздар, қызыл түспен бояп қоясыздар. Мына кинолентаға белгілеп отыруды ұмытпаңыздар. Өз-өздеріңізді бағалап отырыңыздар. Now I think that your time is over. No, yes, your time is over. Болды, аяқтадық па балалар? Жақсы, балалар уақыт шектеулі түсінеміз. Now we have this time. Енді спикерлер ғана қалады. Мына қабырғаға балалар өз жұмыстарыңызды іліп қойыңыздар, спикер қалады. Қалғандар галерея әдісімен бір-біріңіздің жұмыстарыңызды барып, пікірін тыңдап, стикерге өз ұсыныстарыңызды, пікірлеріңізді жазасыздар. Және ұнаған ойларды өздеріңізге түртіп жазып аласыздар. Жарай ма? Жақсы, ал енді бастайық. Галерея әдісімен жұмыс істейміз. Қазақ киносы мен кемшіліктері. Қазақ балалар фильмдер аз, қазақ фильмдер шетелде аз көрсетеді. Қазақ фильмдер тек қана қазақ тілінде көрсетеді. Кейбір қазақ фильмдер сапасы оншалық емес. Және our beautiful country to our guests. We have a lot of traditions, national customs, and it will be a very good film about Kazakh's life. Film will be about our town, park, buildings, people, friends. There are a lot of directors of films in Kazakhstan. On TV you can see a lot of clips of musicians. They are very interesting. Мысалы, кино арқылы біз жаңа ақпарат аламыз, білім аламыз, көңіл-күйді көтереміз. Киноның жанрлары өте көп. Бұл жанр қай жанрларына байланысты біз ақпарат аламыз. Кино комедия жанры болса, біз ақпарат алып, көңіл-күйімізді көтереміз. Бұл жанрда фильмнің көбінесе отбасымен бірге көруге болады. Және тарих жанры болады. Тарих жанры көргенде елдермен танысамыз, олардың салт-дәстүрін білеміз, еліміздің тарихымен танысамыз. Киноның адамға беретін әсері өте көп. Мысалы, бұл ужас фильмі болса, ол қорқынышты фильм. Ал күлкілі комедия жанры болса, ол біздің көңіл-күйімізді көтереді. I want to show our beautiful country to our guests. We have a lot of traditions, national customs, national food. It will be a very good film about Kazakh's life. Film will be about our town, parks, buildings, people. There are a lot of directors of films in Kazakhstan. On TV we can see a lot of clips of musicians and they are very good and interesting. In the future I want to be a director because it's very interesting job. I will make a lot of films about life, friends. At first I will make a film about Kazakhstan. It will be a very interesting and good film. I want to show our beautiful country to our guests. We have a lot of traditions, national customs, national food. It will be a very good film about Kazakh's life. Film will be about town, parks, buildings, people. There are a lot of directors of films on TV.
cinema, we can see a lot of films in Kazakh. They are very good. Yes, your work was very, very interesting and I think very, very useful. And I want you to share your opinion. Now we talk about advantages and disadvantages, our feelings, yes, about them, and another facts. Okay? And now, who wants to share with your opinions about your work? Now, please. You may say in Kazakh or in English. You choose. Now, please. Some words about your work. 1, 2 words. Okay, not more. Start, please. I think Tugrup do very interesting work. I think it was very useful for me. We now make classes and music about our character. Now, if we were a director of film, we do many interesting things and films. Okay, now good, thanks. Now your group, please. Тобы маған өте ұнады. Өйткені оның ақпараты киноға адамға беретін әсер туралы айтты. Мысалы, кино адамға әсер беретін ол салт дәстүрмен танысамыз. Және басқа қалалардың тарихымен танысамыз. Аты және Еркежан бізге көрсетті қазақ халқының фильмдері. Біз онымен таныстық. Okay, thank you. Өте жақсы. Балалар, енді қазір өздеріңіз міне жаңа айттыңыздар, пікір бөлістіңіздер, ортаға ойларыңызды салдыңыздар. Енді өздеріңіз режиссер, сценарист, актер рөлінде болыңыздаршы. Қазір мен сіздерге дыбыссыз фильм үзіндісін қоям. Сіздер сол кейіпкерлерді бірінші, үшінші топ қазақ тілінде сөйлетіңіздер. Ал екінші топ оқушылары ағылшын тілінде сөйлетіңіздер. Назар аударайық тақаға. О, Султан! Чао, бомбила! Чао. Қарай гөр. Ого. Су жаңа ғой. Генералс. Қайдан алдың? Сіресіп киініп алыпсың. Қайдан жүрсің? Әлемдегі ең биік таудан. Шешін, шомылайық. Ой, мұнаулай суға ма? Мен тамаша жер таптым, міне. Ал балығы бар ғой, мұнандай. Аудаймыз ба? Оны қойшы? Ескі диірменнен әрі, тоғайда. Жаяуды ойлайсың ба? Сен Сұлтанды білмей жүр өкесің. Кәне, кеттік бе? Мамам жібермей. Әне, маман кет. Шүкір соңына. Чао. Жақсы. Балалар, енді осы үзіндіні көрдіңіздер, дыбыс сөзінде, енді осы кейіпкерлерді сөйлетіңіздерші. Кәнекей, ақылдасып, диалогтастырыңдар. Be active, be emotional when we act.
one day we decided to pass to Zileva and explore while I was walking around the forest, I saw Жалғастырып кейіпкерлерді сөйлетейік. Қазақ тілінде, ағылшын тілінде кейіпкерлерді сөйлетейік. Кәнекей, қай топ бірінші келеді? Өз өнерін кім көрсетеді? Я? Ал бірінші топтан бастайық онда. Жақсы. Бала, назар аударайық. Ал. Bir kuni Amirning doktori onu rejalashtirdi. Kelajagiga ahmoq bola. Men qattiq ranjib jila boshladi. Сол кезде Amirning yaqin do'sti Aslan keldi. Amir Aslanning жаңа kiyimіне өте таң қалды. Досым, сен осындай әдемі киімді қайдан алдың? Мен оны ана жақтағы орманның ішінде тауып алдым. Ол жерде және өте көп киімдер бар. Amir оған сенбеді. Сенбесең сенбей-ақ қой. Мен ол жерге қазір барамын. Тұра, мен сенен барамын. Содан кейін Amir Aslan екеуі басқа әлемге кетті. Жүріңіздер. Ортаға шығайық, өтас менейміз. One day the king was stand waiting next to the river alone while Alen was walking around the forest and saw him who was sitting lonely and deepest and came next to the Mir and asked, Hey, Demir, why is sitting so sad? I lose my clothes. Look at me, I have new clothes. Where did you take these clothes? I take these clothes in the chest in the forest. Then Alen and the Mir heard strange voice in the forest. Oh, where is it was? Maybe it's in the forest. Okay, go with me. No, I don't want. Okay, I will go alone. Stop. I go too. Bir kuni qo'shnining екі бала qattiq kelibdi. Ey, ahmaq, бар кет! Сен бізбен ойнамайсың. Содан кейін қожа алып келіп, оған өзінің досы Кенжетай келіп жатты. Әй қожа, білесің бе, мен ана қардың артында үлкен өзенде мынандай балық ұстап алдым. Қожа оған сенбей айтыпты. Өтірік айтпа, мен саған сенбеймін. Жарайды онда, мен өзім барамын. Сен олардың арасында бола бер. Қожа тұрып, оның артынан жүрді. Жарайды, кеттік. Сосын қожа мен сұлтан екеуі өзенге кетті балық ұстауға. Жақсы балалар, ал енді түпнұсқасымен салыстырайық. Тақтаға назар аударыңыздар. Ей, қара көже! Жүзігі бері кел! Қазір көкесін танытамыз. Қарабатқа, немене? Қорқасың бе? Да, қожа, Арамзаның алдауына түспе. Сен ешкімнен де қорықпаймын деуші едің ғой. Қожа мақтаншы! Қожа мақтаншы! Қожа мақтаншы! Қожа мақтаншы! Қожа мақтаншы! О, Султан! Чао, бомбила! Чао. Қарай көр. Ого. Су жаңа ғой. Генерал, Қайдан алдың? Сіресіп киініп алыпсың. Қайдан жүрсің?
әлемдегі ең биік таудан. Шешін, шомылайық. Ой, мынау лай суға ма? Мен тамаша жер таптым, міне. Ал балығы бар ғой, мынандай. Аулаймыз ба? Ол қойшы? Ескі диірменнен әрі, тоғайда. Жаяу деп ойлайсың ба? Сен сұлтанды білмей жүр екенсің. Кәне, кеттік пе? Мамам жібермейді. Мамасының баласы. Әне, маман кетті. Шүкір соңына. Чао. Салыстырдыңыздар ба, е? Жақсы. Ұқсас па сіздерге? Ұқсастық бар ғой? Жарайды, жақсы. Балалар, енді қазақ киносы, ол қазақ тарихы. Өшпес із қалдырар мәдени мұра. Бүгінгі күннен ертеңгі күнге ол үлкен естелік. Сондықтан да әрине осы киноның беретін адамға әсері өте зор. Қазір алдарыңыздар өздеріңді бағалап қойдыңыздар, ұмытпаңыздар. Қазір стикерге осы сабақ бойынша пікірлеріңізді жазып, қандай ой келді сіздерге, сол осы камераға жапсырып қойыңыздар. Пікірлеріңізді жазып, кинокамераға жапсырыңыздар. Now, thanks for your opinion, and I ask you open your diaries, and write down your home task for the next lesson. Now, your home task will be in 3 levels. Okay, the first level, write essay, the cinema is my life. The second lesson is create text using the words. And the third level is make up the dialogue. Okay? Now, you will choose your level. Жақсы балалар, енді спикерлерге сөз берейік. Өз мүшелері қалай жұмыс жасады, қандай үлес қосты? Кәнекей, сіздерде, Амина. Бүгінгі сабақта біздің тобымыз өте жақсы жұмыс істеген. Меніңше әр бала бүгінгі сабақта сабаққа үлкен үлес қосқан. Және екінші тапсырмада актер ретінде ойнадық және өте жақсы жұмыс істеген. Жақсы, рахмет. Бүгінгі сабақта балалар, осы топтың балалары өте жақсы жұмыс істеді, маған өте ұнады. Сабақ өте пайдалы болды және барлықтарыңызге сәттілік тілеймін. This lesson was very interesting and useful for us. I think our group was very well. They were very active, and I want to wish them to be very positive and good in next works. For today's lesson is over. You are ready to goodbye. Thank you for your good work. Жақсы балалар, көп рахмет.